Баршаңызға ассалаумалейкум достар. Бүгін берлинері пончигінің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырына сүтке ашытқы, қант, екі сарыуыз салып, бұның бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Содан соң сұйық май салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді массамызға біртіндеп ұн салып отырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды 45 минут жылы жерге қоямыз. Біздің қамыр көтерілді. Қамырымызды ыдыстан алып, орташа қалыңдықта оқтаумен жаямыз. Енді пончиктарымызды стақанмен видеода көрсетілгенде ойбаламыз. Бізде осындай қалыңдық шығуы қажет. Дайын пончиктарымызды 10 минут жылы жерге қоя тұрамыз, олар кішкене көтерілуі қажет. Табада ысытылған майға пончиктарымызды саламыз және екі жағынан алтындау түске дейін қуырамыз. Біздің пончиктарымыз дайын. Енді пончиктарымызға салмасын құйып шығамыз. Бұл менде шенің джемі. Шприц тау болса, толығымен оны джемге толтырамыз және видеода көрсетілгенде пончиктің ішіне құйып шығамыз. Содан соң пончиктарымыздың үстіне молынан қант ұнтағын себеміз. Мінекей достар, біздің берлинері пончиктарымыз дайын, олар өте дәмді болып шығады. Бұндай пончиктардың қамыры мамықтай болып шығады. Сіздерге 100% дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға, өздеріңізге де бұл пончиктар ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумалейкум.